Мұса пайғамбардан кейінгі жаңағыдай қаншама пайғамбарлар келеді. Жаңа Юшақ бар. Юшақ пайғамбардан кейін Хискил деген пайғамбар келеді. Шамуил деген пайғамбар келеді. Шамуилдің кезінде Талут деген қолбасшыны тағайындап, Талуттың әскерінде Дауд деген жігіт болады. Дауд пайғамбар болашақтағы. Жалутпен жекпе-жекке шығып, үлкен Жалутты дәу денеде тұрған Жалутты жекпе-жекте сол Дауд пайғамбар өлтірген. Сақпан деген нәрсе болады ондай. Қойшылар өзі қой баққан кісі, ол қой бағып жүрген жігіт қой негізі. Тасты ісіне салып, бүйтіп айналдырып лақтырған кезде жаңағы маңдайдан тигізіп, анау жерде тұрған сол құлатып, жекпе-жекте сондай жаңағы бір риуаяттарында келеді. Алла Тағала анығын, қанығын Атаға жақсырақ біледі. Жалпы Құрандағы айтқан сөзінде Алла Тағала фахазамухум биизнилла. Алланың рұқсатымен олар жеңді Жалуттың күллі әскерін дейді. Вақатала Дауду Жалута. Дауд өлтірген еді Жалутты дейді. Содан сол соғыстан кейін Алла Тағала Дауттың несін көтереді. Атахуллахул мулка вал хикмата. Алла Тағала оған патшалықты берді. Енді кейінгі Исраил ұрпақтарының өткен буында патша вал хикма деген жаңағы пайғамбарлыққа сілтеп тұрған нәрсе, және пайғамбарлықты берді дейді. Бұған дейін бір пайғамбар және қасында патша жүреді. Патша сол пайғамбардың нұсқауымен істейді бәрін. Мысалы жаңағыдай Шамуил деген пайғамбар болады, қолбасшы патша Талут. Дауд пайғамбардан кейін Алла Тағала патшаны да пайғамбарды да өзін қылды. Дауд пайғамбарға патшалықты да пайғамбарлықты да берді. Сондай-ақ жаугершілік заман, өте жаугершілік замандар болып жатқаннан кейін Алла Тағала Дауидке күллі темір, мыс деген нәрселердің бәрін қолына әкеп берді. Темірден не жасайым десе де қолдан келе береді. Сауыт мәселелері, қылыш, қарудың түр-түрі деген нәрселерді осы Дауд қосып кеткен сол кезде. Мықты жасады өзі. Дауд пайғамбардан кейін Сүлейман келеді. Сүлейман пайғамбардың заманында Алла Тағала егер риза болса, тақуалық пен иман деген керемет болатын болса қоғамда, күллі нәрсені бағындырып жібергісі келеді екен ғой Алла Тағала. Сол адамға да. Сонда жаңағы Сүлейман алейхиссаламның маған өзімнен кейін ешкімге бермейтін патшалық берші деп сұраған дұғасында да, ол мен сол патшалықты еш алданбай Раббым саған бойұсынып беремін міне. Менен кейінгілерді мен білмеймін, олай істей ала ма, істей алмай ма. Сол патшалықты береді ғой. Сүлейманға өзіңіз ойлаңыз, Алла Тағала желді бағындырғанда, желге мінеді де ұша береді. Құстармен сөйлеседі Сүлейман алейхиссалам. Құмырсқалар сөйлеп жатқан кезде естиді не айтып жатқандарын. Қараңыз. Құс әскерінде тұрады. Әрбір құсты сапта қажет еткен кезінде сапта болу керек ол. Күллі жын, шайтан. Шайтанның күллі түрін Алла Тағала бағындырып тастаған еді Сүлейманға. Осындай бір уақыт болған. Кейін Сүлейман алейхиссаламның дүниеден озуы Алла Тағаланың әмірімен болады. Сосын жаңағы одан кейінгі Исраил ұрпақтары бұл Сүлейманның несін бұзу үшін олар сиқыр үйрене бастайды. Сиқыр үйренген кезде сиқырды халықтың алдында өздеріне дұрыс деп көрсету үшін сиқырды Сүлейманға жауып жібереді. Сүлейман алейхиссалам өмірден озып кеткеннен кейін олар айтады, бұл Сүлейман негізі сиқырсыз болмаса мүмкін емес жаңағындай патшалық ұстап тұру дейді. Желмен ұшу деген нәрселер. Көрдіңіз бе? Алланың құдіретінен сыпырып, сиқырмен сөйтіп Сүлейманды сиқыр шығып жіберді, енді оларға ешкім тиісе алмайтындай болып қалды. Осындай дәрежеге дейін өздерінің пайғамбарларынан дейін жаман нәрсе істей салады екен бұлар.